азанда ұйқымнан тұрып қуанып кеткенім бар ма, себебі терезеге қарасам далада қар жауған екен. Қар жауғанын көріп қуанып кеттім. Ақ новый курткам бар еді, соны киетін болдым деп. Дальше душ пуш анамына далаға шықсам, кәдімгідей қар машинаны аштым. Айтпақшы мынау айтып тұрған ақ курткам қалай, нормально ма? Күндеріңізге сәттілік, жақсы күн болсын баршамызға. Ненавидишь, да? Да? Не, он веселый, добрый мальчик. Просто соңғы уақытта да өзімде көңіл кем болмай жатыр. И қатты қуып бара жатыр. Оқырмандар бүйтіп жатыр, короче, кімнің хайпы жоғары болып кетсе, типа Айсыжан менен осып кетті деген сияқты, Айсыжан іші тарланып жатыр деген комментарий бар екен. Халық айтса қалып айтпайды. Менің бауырларым хайпы көкесін болсын. Миллион подписчик. Қайда жүрсің? Тапқаптым. Барша ағайындардан кешірім сұраймын. Сен қызың көңіліне қарап сөйлемейді екенсің, ә? Или по факту сөйлеген жақсы көресің ба? Тарс айтпай болды. Бұл балалар бұзық қойып жатыр ма, мен жоқ. Болды. Жар болмыз. Сен де енді адамның көңіліне қарап сөйлемейсің ғой? Мен бірақ әдемі жеткіземін ғой. Әдемі жеткіземін. Мәдениет жеткізеді, сәл мәдениетсіздеу жеткізіп қоя беремін ғой. Жылтайын ба дейді сені. Кім айтып отыр ғой, бағдәулет па? Кім айтқан? Жоқ, кім айтқанын қалайсың? Келайдана жылдайын кетті. Мен айтып қалаған адам келмеді. Келедім, аным кетті, өзіміз бір неделе болды. Біз өзімізді өзіміз жылды үйреніп қалғанбыз.